Нұрстан екеуміз осы уақыт сапармен Ақтөбе қаласына барамыз. Ақтөбе қаласында Мұғалжар ауданы ғой, Елеке? Мұғалжар ауданы. Мұғалжар ауданы деген жерге барып, ол жерде жаңа жол деген ауылға барамыз. Сол жаққа бір сапарымыз түсіп, сол жақта Елекең өтініш жасап, ол кісінің уағызын сол ауылдың мешітіне ұйымдастыратын боламыз. Сөйтіп не керек, барғаннан кейін Елдос имам, Елдос ұстазды көрем. Енді Елдос ұстаз шатасып кетіпсің, ұстазды көрем. Сол жақтың қызметінде жүр. Енді машалла көңіліміз толады ана бұл кісінің қызметіне. Өте қатты әсерленеміз. Енді ауылдық жерде негізі имам болу өте қиын. Елеке? Бәке солай ма? Иә. Ауылдық жерге көп адам имам болып бара бермейді. Біз енді ондай кісілерді, Елдос аға, біз ондай кісілерді батыр деп есептейміз өзін. Біз есептейміз сөйтіп. Біз солай батыр деп есептейміз. Ауылдық жердің имамдарын. Өте қатты құрметпен қараймыз біз. Елдос ұстаз, Елдос имам, Елдос аға дей берейші, сол ыңғайлы, Елдос аға деп. Ато шатасып қазір не істемес үшін, көрермен шатасып қалмас үшін. Ұстаз деуден ешқандай не жоқ деп отқаным. Ана Нұрсұлтан досым келеді да, сол кезде Нұрсұлтан деймін, осыған көрермен ренжиді, ұстаз деп айтпайсың, сен деп айтпайсың деп. Досым ғой мен ол. Елдос аға сол жерде имам болып жүреді, қызметте жүреді, бала-шағамен, еще бала-шағасы бар, үйіне қонаққа шақырады. Сол кезде есігінің алдында тұрған кезде бір жігітпен амандасамыз. Бірақ енді ондай қатты бір мән бермейміз енді. Жігітпен амандастық деп ойлаймыз. Сөйтіп Елдос ағаның үйіне барамыз, қызмет қыламыз. Сөйтіп не керек, сол кешке дейін бір Елдос ағамен жүріп, Елдос ағаның бір несіне, қызметіне тәнті болып, риза болып, біз досымыз екеуміздің компаниямыз бар еді, ол кезде Умра компаниямыз. Елдос ағаға ризашылықтан, Алланың разылығы үшін деп Умра сыйлаймыз ғой. Сөйтіп отқан кезде Елдос ағаның үйіне кіріп дастархан басында отырсақ, жаңағы амандасқан жігіт бар ғой. Сол жігітті байқап қаламыз. Сөйтсек, ол ерекше жігіт екен да. Ерекше. Ол жігіт бүгін қонақта. Бекең ба? Бекең. Сөйтсек, Бекең өте бір ерекше жан екен. Ол Бекеңді енді Алла тағаланы сынақ деп айта беруге бола ма екен, ұстаз? Қалай болады екен енді? Бұл сынақ қой, сынақ бір жағынан енді нығмет те ғой енді. Бір жағынан нығмет те. Бекең бір көзі, ол уақытта қазір жағдайын білмеймін, Бекеңнің бір көзі 3%, бір көзі 5% көретін да. Сөйте тұра Бекең сол уақытта 6 пара Құран жаттап алған ғой. Алхамдулилля. Содан өте бір қатты әсерленеміз. Бекеңе сол жерде әсерленіп отырып, Шымкенттен Нұрбол деген ағамыз барады бізбен бірге. Ол ағамыз тұрады да, бір демеушілерге шығып. Бекең айтады, айтпақша, видео айтады. Умраға біз отырдық та, Елдос аға Умраға кетіп барады деп едік. Берік тұрды да, Берік бауырымыз. Елдос ұстаз, сіз Умраға кетіп барады. Біз бірге бармайтын бедік дейді да. Сөйтіп айтты ғой. Мен кетіп баратын дейді да, Елдос аға енді маған жаңа сыйлап қойды дейді да. Елдос аға, содан бұрын Елдос айтып жүрдім ғой, Елдос аға бұйырса Умраға бірге барамыз, иншалла бірге барамыз деп. Сөйтіп пікірлеп жүрдік қой. Сол мені тастап кетіп баратсың дегендей қылды ғой бұл кісі. Сол жерде сондай болды. Содан бізге Құран оқып берді ол жерде. Содан Нұрбол деген ағамыз бізбен бірге барған демеушілер арқылы Берікке де Умра сыйлады ғой. Алла. Ал керек болса. Ой, Умраның атысқан күні болды сол күні. Содан бұл кісілерді дайындайтын болдық, Умраға билеттерін, нелерін реттейтін болдық. Сөйтіп Ақтөбе қаласына келдік. Ақтөбе қаласына келіп, Нұрбол ағамызбен екеуміз тағы бір бауырымызға Беріктің оқиғасын және Беріктің Құран жаттаған, оған себепші болып жүрген Елдос ағаның оқиғасын айтып, Елдос ағамыздың үйінде жалғыз өзі жеңгем қалып баратыр. Ол кісі неге қалу керек? Ол кісіні де жіберейік деп бір кісіге айтып, ол кісі Елдос ағаның келіншегін де Умраға жібереді ғой сонымен. Сонымен Елдос аға, Берік, үйдегі жеңгем бәрі Умраға кетеді. Сөйтіп барып қайтады. Сол кезде Берік бауырымыз 6 пара жатқа білетін еді. Бір көзі 3%, бір көзі 5% көре тұра 6 пара жатқа білетін еді. Арада 2 жыл өтті, Аллаға шүкір, Берік қазір 12 пара жатқа біледі.
осындай қари болашақ. Құдай Бізде қаласа. бүгін Жұма подкастта қонақта қадірменді, құрметті көрермен деп осылай ретімен кетіре береміз да. Тағы да қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Алхамдулилlah. Осы Құран жаттау жалпы ереке елдегі Юлдус аға тағы да басқа бір оқиғалар, солар жайлы бүгін бір әңгіме айтсақ, солар жайлы бір әңгіме өрбітсек, кейбір кісілерге Құранды жаттау туралы, Құранды оқу керектігі туралы қызықтырсақ деп бір подкаст түсіргіміз келген ғой. Сол себепті осы жерге шақырып отырмыз. Алла разы болсын. Еке жалпы туа бітті осылай ма негізі? Иә, туылғаннан рожденый. Рожденный осылай. Иә. Оны емдеуге келе ма, келмей ма? Қараттық, Астана, Ташкент, Оренбург келмейді деді. Келмейді деді. Иә. Оның енді жаңа пайызды арттыру үшін очки ма, бір нәрсе ма киюге? Очки келмейді деді, былай дәрілер жазып берді, іштік, ондай нәтиже Қазіргі болған ахуал жоқ. қалай? Нашарлап жатыр ма, нашарлап жатқан жоқ па? Жақсы ма? Жоқ, Әлде бір қалыпты ма? бұрындағыдай ғой, иә, сәл нашарлаған болмаса, былай жалпы жол аяғымды көремін, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Машалла. Бізге енді көрерменге түсінікті болу үшін сізден өтініш Беке. Жалпы қалай оқып жатсыз, қандай қылып жаттайсыз? Телефонда бір оқып бере аласыз ба кішкене? Жоқ, мына жақтан бастасақ, жалпы Құранға деген қызығушылық қайдан пайда Сол болды? енді оқығаннан кейін, қалай оқығаннан кейін көріп жіберіп барып ары қарай өрбітсек күшті болып кетеді негізі ше. Ал, жарайды. Оқығанда мен ше, жаттағанда Қазір. әріптеп, сөйтіп, не істеп, сөйтіп аламын ғой, бәрін аяттың бәрін толық ала алмаймын ғой. Толық ала алмайсың. толық Осылай ала алмаймын. көресің. Көрсетемін қалай оқитынымды. Сізге планшет не керек не ме? Жалпы ол көмектесе ма? Планшетпен көрдім, планшет ыңғайсыз болды, сосын өзім соткам ыңғайлы. Осы сотка ыңғайлы? Иә. Одан кейін сотка өзгерді ме, өзгермеді ме? Осы соткам ғой, міне, мысалы міне, осы әріптеп міне, оқо ләлләзина деген сияқты, осай жайлап. Иә. Болды, түсінікті болды. Беке, Алла разы болсын. Енді осы Құранға деген жалпы қызығушылық қалай басталды, қалай болды, қай жерден басталды, жалпы? Бисмилля, альхамдулилля. Бірінші 11 жыл бітіргеннен кейін 18 жасында намаз бастадым, Алланың қалауымен. Сосын қысқа сүрелерді жаттап бастадым. Намаз бастауың қалай болды? Бір қызықты, әлде өзіңнен өзің бастау керек деп бастап кеттің ба? Құрдас бардарым бастады, Айбат деген жан досым болды. Міне. Сол бауырыма еріп, жұма намазға барып, сосын намаз бастап, Уағыздар тыңдап та? Уағыздар тыңдап, сосын қысқа сүрелерді жаттап, ана Мешар Ешет деген шейх бар ғой. Сонымен соткіме қосып қойып, сонымен жаттаймын. Фатиха сүресін, Фалақ, Нас, Ықылас сүресін. Сөйтіп, Құран жаттауға деген қызығушылығым, ықыласым арттырды ғой, ұнады өте. Құран жаттаған кезде кәдімгідей жаның тынышталады, жүрегің тынышталады. Сезініп оқысаң егерде тәжбиетпен. Сөйтіп қысқара сүрелерді оқып бастадым. Сосын анашым жаңағы электронный Құран кітаптар ғой, жүргізіп оқитын басқан кезде. Ана звук шығып отыратын ба? Иә, звук шығып отыратын. Сондай әкеп берді Ақтөбеден. Соны в общем, сонымен жаттадым. Сосын сонымен әлиф, бә, тә деген сияқты кішкентай кітапшалар болатын. Сонымен алфавит жаттап алдым. Содан бері Бештемақта медресе бар дегенде естідім Ақтөбеде. Арасында бет қызықты оқиғалар болса, ұзақтырақ ол айта берсең болады. Медресеге түстім Алланың қалауымен. Сосын ояқта Бекдәулет деген ұстазым болды. Андай көк журнал сияқты үлкен дәптер болды. Соған маркермен бет жазып берді, мұғалім әріптерін. Сөйтіп Құранға жүріп 1,5 айда ма мұғалім сәнейді бітірдім. Сосын сөйтіп тәжбиет үйретті. Сол дәптермен 2 парадай ма, 1,5 парадай ма жаттадым. Тақалып отырып, ол кезде соткамен жаттамаймын, ол кезде дәптермен жаттаймын ол кезде. Сөйтіп. Медресені толық бітіре алдың ба? Жоқ, тек 2 жыл оқыдым. Денсаулыққа байланысты бітіре алмадың. Иә. Тек Құран жаттау үшін, Құран жаттау мақсатында барғаным ғой. Құран оқып үйренейін деп. Бұлай енді жаңа өзіңе керекті шариғатты нені меңгеріп алдың сол жерден? Иә, сол жерден жаңа фиқ былай өттім. Мабдал деген сияқты. Андай диктофонға жазып беретін ұстазым деген, Алла разы болсын, Бекдәулет деген ұстазым ғой. Маған өте көп еңбегін сіңірді, көп тер төкті.
иә көп жұмыс істеді, алла разы болсын. Машалла. М. Жақсы, жақсы, жақсы. Содан Содан Жексенбай деген ұстазым Мысырдан нән Құран кітап алдыртты, үлкен нән Құран кітап. Сонымен де жайлап былай көре бастадым, одан да жайлап бір парадай ма жаттаған шығармын одан. Иә, Алматыға да бір медресеге бір 2,5 айдай ма келіп кеттім қарилыққа. Иә. Содан ояқтан бір пара жаттап кеттім, сонымен 3 парамен ауылға қайттым ғой, сонымен жаңағы. Денсаулығыма байланысты көз ауырып қалады жаңағыдай. Иә, енді. Иә. Содан кейін кітаппен шамалы ыңғайсыздау болып қалды. Сосын телефонмен бастадым ғой. Сонда да бірақ қайтпадың ғой, яғни. Қайтпадым. Иә, Құранға деген Тасташ демедің да енді мысалға енді. Ей, болмай жатыр демедің да, ары қарай алып кете бердің. Содан Иә, Аллах тағала енді уақыт деген нығметті беріп қойды, уақытты босқа өткізбеу керек қой. Уақыт деген нығметті беріп қойды. Басқалар сияқты дүниямен мен алданып отқан жоқпын ғой. 24 сағат бойы қолым босқа өткізгенше Алланың Құранның кәлемін жаттайын деген мақсатта сөйтіп ары қарай жаттай бердім ғой, жайлап. 5 қатардан, жарты беттен, 2 жолдан деген сияқты сөйтіп көзімді дем алтып жайлап. Солай сөйтіп шығардым ғой. Машалла. Иә. Сөйтіп мен барған кезде 6 пара болған кезде уже қанша жыл жаттап жатқаныңа? Сіз 2023-те келдіңіздер. Сол 3-4 жылдың көлемі ғой. 3-4 жыл. Иә. Медресеге 2018. Кейіннен ана басында қиын болды да, кейін зейін ашылып, уже скорость көбейген шығар да? Жаттаудың несі, әлде қиындай түседі ме одан сайын? Мен неден жарты беттен артық жатталмаймын, өйткені көз талып қалады да. Көз талып қалады, бір бет жаттасам, уже көзге нагрузка кетеді. Сол жарты беттен сөйтіп. Жаңа пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Аз да болса да үздіксіз жасалған амал дейді ма? Иә, дәл солай. Солай жайлап. Иә. Сөйтіп жаттадым. Машалла. Алхамдулилля. Бірінші жаңағы бетіп қарап, жақсылап миыма тоқып аламын, жақсылап. Сосын сұлықпен, мешари әшетпен, яғни сомен пысықтаймын ғой. Сомен оқып аламын. Сосын оймен тағы өзім оқи берем, сөйтіп шығарамын ғой. Сөйтіп. Машалла. Қазір 12 параға дейін көтеріп қойдым. 12 параға дейін көтеріп қойдым. Осы Ақтөбеде Бекжан деген ұстазымның медреседен шықтым. 20 күндей болдым. Содан 10 парамды тапсырып шығып келдім. Машалла. Бірақ шама тәжірибеден бар екен, дұрыстайтын жерлері. Бірақ әйтеуір тапсырып шықтым, әйтеуір алхамдулилля. Кемшіліксіз дүние болсын енді. Иә. Ой, қарилардың ішінде де түрлі қарилар бар ғой. Енді оның ішінде Бекжан ұстазымыз енді ол кішкене сондай не ережелерге, жаңа махраждарға қаттырек қарайтын. Қаталдау. Түсініксіз танытты, бірақ ол ұстаз бірақ бір парадан тапсыра бер, сосын кейін тағы келіп дұрыстап тапсырарсың деп. Енді айтқым келгені ол кісінің алдында отырып 10 пара тапсырып шығудың өзі үлкен бір батылдық қой дегеніміз ғой, иә. Оңай емес деген сөз. Иә, оңай емес. Ол кісіні, иә. Алла разы болсын. Керемет. Сонымен Елеке, сіз қашан байқадыңыз бейбіт Беріктің қабілетін? Қалай болды? Жалпы алғашқы кездесу қалай болды? Алғашқы Беріктің Құранды осылай ықыласпен, осындай дүниемен жаттап жүргені сізге қалай әсер етті? Жалпы қалай қызметке келгені? Әлде сол қызметте қалып қойыңызға Берік себеп келіңізсі? Сояқта Берікті қимай кете алмай жүрген жоқса? Өзі Елдос аға Чимкенттен, Түркістансыз, иә? Чимкенттен, сонау Ақтөбенің ар жағында, ауданның ар жағында бір қаладан қанша километр жобамен? Ақтөбеден, Ақтөбе қаласынан? 280 километр. 280 километр. Жол жақсарды ма? Жақсарды. Біз барғанда. Жол жақсарды қазір. Микрофон жақындатып отырсыз. Жалпы алғашқы кездесу, алғашқы таныстық қалай болды жалпы? Берік туралы айта берсеңіз болады. Енді Аллах тағала сансыз мақтаулар болсын. Берік бауырымыз жолықтырған кезде өзіміз ойланып қалдық қой. Мен көзім бар, неге жаттай алмаймын деген сияқты. Ол кісі өте бізге өмірімізге былай сабақ болды, былай айтқанда. Содан достықтарыңыз қалай болды? Сіздің үйіңізде жүреді көбіне. Иә, Алла разы болсын. өте керемет, машалла. Екі ауылдың арасы Елдос ағамен Берік тұратын ауылдың арасы 14 километр. Бірақ Берік, сіздің ауылда мешіт жоқ та, Берік? Біздің ауылда мешіт жоқ, иә. Берік 14 километр жерден попутка ұстайды,
Енді берікті ауылдың тұрғындары бәрі біледі. Иә. Сөйтіп Елдос ағаны мешіттен жеткізіп тастайды. Сол мешіттен қайтайын десе кеш болып кетеді, кейде Құранға отырып қалады, жаттап қалады. Иә. Сөйтеді де Елдос ағаның үйінде қонып қалады. Көбінесе Елдос ағамен жүреді. Енді екеуі серік. Тағы қобалжымаңыз енді саған. Елдос аға қайқа келдім деп отқан сияқты. Ауылда жүре беру керек еді. Көп сұрақ болып кетті ғой деп па. Мына бәрі камераның бәрі қарап тұр деп. Аллах тағала үш нәрсеге шексіз сауап жазады дейді ғой. Соның қасиетті Рамазан айы келе жатыр, Алла нәсіп етсе. Рамазан айының оразасын ұстаған адамға Аллах тағала шексіз сауап жазады дейді. Екінші, екі кісі ұрысып қалса, соларды татуластырса, Аллах тағала шексіз сауап жазады дейді. Үшіншісі, қандай да бір басына сынақ келсе, сол сынаққа сабыр ететін болса, Аллах тағала шексіз сауап жазады дейді. Енді осы бәкеңмен әңгімелесіп отырамыз ғой, жеке әңгімелесеміз. Сол кезде бәкеңе мынандай сұрақ қоямын. Бәке, өйстіп жүргеніңіз былай, сіз қынжылмайсыз ба, Аллаға сөз қатты бір не айтып қылмайсыз ба деп қоясыз ғой кейде. Налымайсыз ба деп, құрлық демей ақ қояйықшы, налымайсыз ба деп. Бірақ бір шетінен бұл кісі айтады, менің дейді, сондай болғаным да жақсы шығар дейді. Өйткені көзі көріп жүрген адамдар қаншама нәрсені жаттай алмай жатыр, Құранда мен жаттап жатырмын дейді. Аллах тағала маған сондай мүмкіндік беріп тұрған шығар дейді. Көзім көріп кетсе, мен бүкіл нәрсені тастап қоятын шығармын деп қорқады, қарап тұрсаң. Білмейміз енді, Аллах тағала иншалла сондай сабырлық беріп қойған ба бұл кісіге. Әйтеуір қаншама нәрселер, біз өзімізде умраға бардық бірге, қаншама жағдайлар болып жатады. Умрада бір кісі таш кетіріп келе жатыр екен жағдай, арбан. Бұл кісіні соғып кетті де ше. Бұл кісіде ешқандай ренжу жоқ қой, қапалану жоқ. Керісінше ана кісіден кешірім сұрап жатыр да. Кешірім сұрап жатыр. Ана кісі айтып жатыр, былай тұрса ішті, мен айттым бір кезде, ишарамен ше, көзі көрмейді деп. Келіп ана кісі келіп шекесіне сүйіп құшақтап жатыр да. Бұл кісінің сабырлығы машалла, Алла разы болсын. Енді қасымызда жүр ғой қанша жылдан бері. Екеуміз Құран оқып жарысайық дедік те ше. Соны айтсаңызшы. Біз енді сол Құран оқып жарысайық деп, мен де бастадым, бұл кісі де бастады. Бірақ қалып кетті ғой, Алланың қалауымен. Шаңда ілестірмей кетті ма? Бұл кісінің сабырлығы соншалықты, бір отырған кезде 3-4 сағат отыра береді ғой. Отыра береді кәдімгі Құранда. Біз шыдай алмаймыз ғой, ұйықтап кетесің, басқа алып кетесің. Ұйықтап кетесің, телефон құлап кетесің. Сөзін жағасын зайдаса. Сол. Әрі қарай жаттауға шама басталмай жүрдім да, мотивация болды да, шама жарысатын адам керек болды да. Елдос аға ұсыныс тастап еді ғой, жақсы ғой, бәке, давай деп. Алла разы болсын. Үш адамға не кірмейді дейді, ілім кірмейді дейді ғой. Соның бірінші көп ұйықтайтын адам, көп сөйлейтін адам, көп тамақ ішетін адам, іше береді, тамақ айламып келіп тамақ іше береді. Бұл кісіде мен сол нәрсені байқап қоямын да, шандай байқаймын да. Ешқашан былай көп ұйықтамайды ғой, былай айтқанда ұйықтамайды, сосын көп сөйлемейді. Мысалы біз сөйлей береміз ғой, ананы айтып, мынаны айтып, бұл кісі ондай жоқ. Сосын жаңағы көп ұйықтамайды, көп сөйлемейді. Сосын тағы да не еді? Көп тамақ ішеді. Аз тамақ ішеді ғой. Сабырлығы да бар. Жаныңызда жүргенде шығыңыз десеңізші. Әбден үйреніп қалдық қой бұл кісіге енді. Машалла. Анда үш сипаттың барын мен бойында бар екен. Көп ұйықтаймын, көп сөйлеймін, көп тамақ ішемін. Сізге қатысы жоқ енді. Сізге исключение. Сіз де денсаулығыңызды бердіңіз, оқыдыңыз, тоқыдыңыз енді. Дұрыс қой, енді мен ғибрат қой. Бұлындай сөздерді естуіміз, Берік бауырымызды көруіміз, Алла тағаладан бізге деген үлкен бір тәнбих деген сөз бар да. Ояту деген сөз ғой. Ояту. Ескерту емес, ояту. Сен де істей аласың, сен де оқи аласың. Неге сенде де уақыт бар, сен де отыра аласың. Бірақ оянсайшы деген сияқты ғой жаңағы. Сен неге көріп атсың, неге уақытын жұмсап атсың деп Алла тағаладан бұны жаңағындай осындай бір ояту деп айтайыншы. Ескерту емес, ояту бізді. Себебі барлығымыз үлкен бір ғапылдықта дүниеге алданып, құнсыз нәрселерді басымызға жоғары қойып, құнды нәрселерді аяғымыздың астына қойып, артымызда қалдырып бара жатқан жайымыз бар да. Сол үшін осылай Бекеңнің сөздері, Алла разы болсын, сіздің айтып жатқан жаңа ғибраттарыңыз барлығымызға үлкен бір сондай бір тамаша бір насихат болып жатыр. Тамаша бір насихат болып жатыр. Мынау пайғамбарымыз айтады,
саллаллаху алейхи уассалама ертең қиямет болған сәтте дейді, алла тағала жер бетінен өзінің кітабын, Құранын көтеріп алып кетеді дейді. Сол кезде ешбір адам Құран оқи алмай қалады. Тіпті кітаптың бетін ашсаң да дейді, ол кітаптың бетіндегі әріптердің өзі жоғалып кетеді дейді. Осындай мағынада хадис бар. Соны бір кісілер айтады, қиямет әлі басталған жоқ дейді. Бірақ сенің жүрегіңде қиямет орнап қойған дейді. Өйткені сенің жүрегіңде сол Құранның бір әріпі де жоқ. Сенің қиямет келген жоқ, бірақ сенің жүрегің, сен оны оқи алмайсың. Сенің жүрегіңде оның бір әріпі де жоқ болып тұрса, қиямет сенің жүрегіңде орнап қойған ғой дейді. Сол үшін де Алла тағаладан бір жақсы бір өзімізге бір күшті бір не алып жатырмыз, насихат алып жатырмыз. Мүмкін қайттан өмірімізді саралап, приоритеттерімізді дұрыстап қойып, өмірімізді дұрысынан жоспарлап, осы Құран кітапқа қарай бет бұрсақ деген күшті бір өзімізге насихат болып жатыр. Кейде түсінбей жатамыз ғой, жаңа тыңдап отырсам, Құран не үшін түсті? Пайғамбарымыздың өміріндегі болған, адамдардың өміріндегі болып жатқан жағдайларды шешіп отыру үшін түсті. Демек бұл анандай ғой, сіз де Құранды оқысаңыз, ол да сіздің өміріңіздегі көп жағдайларды шешет. Негізінде Алла разы болсын, Бекеңді осы жерге келуі, жаңағындай умараға да баруы, соның барлығы Алла разы болсын, Алла тағала Құран арқылы берік бауырымыздың дәрежесін көтеріп қойып тұр ғой, күшті қылып. Осы жерде қызық па мен үшін, былайынша енді Елдосаға, Беке, біз сіздерді танымаймыз мысалға да. Ол уақытта мен сіздермен жолығатын уақытымда біз Алматыдан барып тұрмыз самолетпен ше, Ақтөбеден ары қарай көлікпен барып тұрмыз да. Ол кезде де біз басқа негізі туысымыздың үйіне барып тұрмыз да. Сөйтіп Құдайдың қалауымен Елдос ағаның үйіне бір сағаттық отырысқа кіріп шығып тұрмыз. О берік ар жағынан 14 километр жер ауылдан келіп тұр да. Алланың ризығын айтамын да, ана умраны деймін да. Берік емес, умра берікті іздеп барған сияқты, Елдос ағаны іздеп барған сияқты да. Субхана, мысалы барам деп ойлаған жоқсыздар ғой да, дұрыс па? Ондай ой болған жоқ қой бізде негізі. Қалай болды? Беке алғашқы умраға баруың, әсерің, Елдос аға сізде айтсаңыз болады, енді екеуіңіз қызықты оқиғалар болса бір күшті. Кішкене айтпайсыз ба, жылап қойып отып көзімізден жас шығып. Жамал кішкене настроениені көтеріп отырайықшы. Настроениені көтерген енді көтеретіндей десе емес қой, просто енді шамал кішкене. Ғибрат алатын әңгіме бар ғой. Ғибрат алатын әңгіме айтып атмосфераны деп жатырмын да енді. Өте қорықтым ғой умраға баратын кезде ше. Алғашқы естіген кезде бір сәл несеп қалдың, абдырап қалдың, сол моменттен бастап айтсаң болады иншалла. Қағбада жоғалтып алғанымызды айтайық. Бардың, естің, Нұрболаға сол жерде барасың деді. Бәріміз отырмыз. Содан? Өте кереметте болдым, күтпеген жағдай болды ғой. Өте керемет әсерде болдым. Аллаға мыңдағы шүкір дедім. Анаң қалай қуанды? Анам өте қуанды. Соның алдында бұл кісі Елдос аға екеуміз умраға барайық деп жүрді. Соның алдында бір апта бұрын ба қайта айтып жүрді да ше. Мына жақта сіздер келіп тұрсыздар ғой Алланың қалауымен. Соны айтамын да. Дұғасын қабыл қылып қоя ма, екеуміз барайықшы деп. Сосын сіздер маған айтқан кезде біртүрлі болып қалдыңыз ғой сіз. Біртүрлі болып қасымда біреуді лақтырып тастап кетіп бара жатқан сияқты болып қалдым да ше. Отказать етейін десең умра. Сөйтіп мына кісілерді айтса екен деген ниет болды да менде жүрегімде ше. Негіз болды ма, машалла. Мына кісілерді бір кішкене не қылып жерсе, спонсорлық жасап жерсе деп. Алланың қалауымен ана кісілерге аузына салған сияқты болды ғой. Машалла. Нұрекең жаңа. Енді біз берікті байқаған жоқпыз, оллахи. Мен енді не істеген жоқ, мен қасымда Серікжан досым, ол неде? Ақтөбеде. Біз тұрдық та Елдос ағаның қызметіне риза болдық та енді. Ол қызметке тоқталамыз. Сөйттік те беріктің ол үйде мен бір інісі ма деп жүрдім ше, оның несі ма деп. Содан кейін барып байқап жатырмыз ғой. Бәке, сөзіңді бөліп жібердік, кешірім сұраймын, айта бер ал. Бұл подкаст дегенше осылай кешірім сұраймын. Көрермен түсінбейді кейде. Ішінен выборочный көрермендер қояды, өздерінің таңдаулы жаңағы нені подкастты көріп қалады да, ол сұхбат деп ойлайды. Бұның форматы осындай. Арасында
сіз сөйлеп кетесіз, арасында Елдос та сөйлеп кетеді, Елдос аға сөйлеп кетеді. Яғни сол жерде моментте келіп қалды ма, талқылау ғой, мәселе талқылау, сұхбат емес. өз ойларымызбен бөлісіп отыр ғой. Талқылап ше, бүйтіп бір-біріміз сөзімізді бөліп жатқан жоқ, сөзің аузында деп айта береміз. Яғни подкаст деген талқылайды, сөйтіп өрбітеді әңгімені ше. Сұхбаттан ерекшелігі сондай. Содан Умраға бардың. Умраға барар кезде өте қорықтым ғой, енді қаншама миллиондаған адам қалай болады екен деген сияқты. Бардық, өте жеңіл өткіздім ғой, өте жеңіл өткіздім. Елдос аға екеуміз қолымызды байлап алып жүрдік әйтеуір. Ол жақта байлап алып жүреді, бір кісі енді араб қой. Қазір де солай жүреді, иә. Бұлай болмайды деді. Мына кісі жоғалтып алатын сияқты. Кім не айтса, оны айтсын. Байлап аламыз деп жүрдік. Сөйтіп жүріп жоғалтып алдық, қалан бұл кісіні. Содан қалай таптыңыз? Таппаймыз. Ана қасымда тағы да бір Бақытжан деген ағамыз бар, Ақтөбеде. Сол кісі екеуміз іздейміз, таппаймыз. Сен бір орында тұрсың ба, жүріп кеттің бе? Бір орында тұр ғой. Қаратасты сүйімізге де өзімше ұмытылдық қой еще. Алла. Көкпарға кіріп адамдар қысып жатыр, сосын қой мен болмаса мен шығам дедім. Әйтеуір сол жерден шықтым әйтеуір. Ондай ешқандай қорқыныш болған жоқ. Сол жерден шықтым да қабаға қарап, Құранды қайталап тұрдым. Керек болса алып кетеді деп. Иә, тауып алатынына сенімді болдым. Аллаға тауып алады ғой, иншалла, Алланың қалауымен деп. Сол бір 2 сағаттың ішінде ме тауып алды ғой. Алдына шыға келіп. Аппақ киім ғой бәрі. Ош таппаймыз ғой, бүйтіп ары іздейміз, бері іздейміз, төбеге шығамыз, төбеден қараймыз, ана камера сияқты ше. Бүйтіп бір вообще таппаймыз. Алланың қалауымен тауып алдық қой бір нәрсе. Сөйтсек бір орында тұра берген екен бұл кісі. Бір орында тұра берген. Біз ойладық та ше, біз былай қарай шығып кетеді екен деп ше. Ана жерде айланып жатқан жер ғой. Қағбаның қасында негізі тауып алуға болатын сияқты. Андай мешіттің ішіне адассаң қиын сияқты ғой. Иә, Алланың қалауымен. Бірақ қаншама адамдар адасып кетіп отыр. Менде жеңгем барған ғой. Күйеу екеу. Жеңгемді жоғалтып алады да содан тауып алады ғой, қаншама миллиондаған адам ішінен. Біз ана гид болып қызмет көрсетіп жүрген кезімізде басында іздейтінбіз ғой қажыларды. Артынан іздейміз, бірақ қатты іздемейтін болды да, табылатын білетін болды. Сол Умрадан кейін Құранға деген ықылас ошым ашылды ғой кәдімгідей. Сол бумен, Алланың қалауымен. Сол Нұрболаған досы, Оспан деген ағам спонсор болды ғой. Алла разы болсын. Сол келгеннен кейін сол бумен тек Құран жаттауға кірісіп кеттім ғой Алланың қалауымен. Сол бумен, сол Умрадан келдік күзде. Сол негеше Рамазанға шейін 4 парама шығардым ғой, 10 парама осындай қылдым. Машалла. Сосын қалған 2 параны үйтіп шығардық қой әйтеуір затқа шейін. Сонымен 12 болды Алланың қалауымен. Өткен жылы Тарауыққа шықтың да имамдық? Бізде шықты, былтыр шықты. Сәл шықты, иә? Бірінші қанша дегенмен халықтың алдына шыққан кезде кішкене қысылды. Енді, конечно. Кейін үйреніп кетті, машалла, сонымен. Биыл да тағы шайынып отыр. Машалла. Бұны Тарауыққа шығып отыр. Яғни айта беруге болады ғой да? Проблема жоқ қой да? Бірінші келдім, 21-де келдім мен, 2021-де имам болып. Сол кезде бұл кісі 3 пара біледі екен. Мен сол Берік, неме контактіге Берік 3 пара деп жазып қойдым да ше. Мен Берік 6 пара деп жазып қойдым ғой. Берік 3 пара деп жазып қойдым, сосын бар 5 жылдан кейін 12 пара болып тұр ғой. Машалла. Ешқандай медреседе де оқыған жоқ. Өзі үйінде. Самоучка. Үнемі ұстазбен байланыста, бірақ ұстазбен отырады. Сөйлесеміз, бәке не істеп жатсыз, қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма, не істеп жатсың, Құран оқып жатырмын дейді. Кез келген уақыт көбінесе сондай болып қалады. Құран қайталап жатырмын, Елдос аға, Құран қайталап жатырмын, Елдос аға. Сөйлескен кезде ше. Иә. Құраннан басқа сабақтар, болмаса тағы да басқа осы бір подкасттар болады ғой. Аудио кітаптар тыңдайсың ба? Тарихымыз жайлы, не басқа да қазақ әдебиеті жайлы тыңдайсың ба? Жалпы көп тыңдамаймын, былай жалпы подкасттар қарап тұрамын, әрине, уағыздар, ұстаздардың сабақтарын былай тыңдап тұрамын. Жалпы көбінесінде бір Құранмен өткізгенді жақсы көремін да, артында қайталап тұрамын, артын тастамаймын. Көбінесінде Құранмен өткізген жақсы көремін. Құранды кейде іште уайымда бар, ұмытып қалмайын деген сол себепті. Барынша уақытында Құранмен өткізгенді жақсы көремін да. Қаншама жерде зағип кісілер бар ғой, мысалы, бұл кісінің дәрежесін деген. Бірақ Алла Тағала бұл кісінің дәрежесін көтеріп қойғанда, мысалы, Рамазан айы келе жатыр ғой, Құран айы. Рамазан айы құрметті ай, не үшін? Құран түскен ай болғандығы себебінен. Қадір түн түсті, қандай да, түндердің қайырлысы.
сол сияқты бұл кісінде көбінесе ше мысалы басқа да зағип кісілер бар ғой, оларға қарағанда бұл кісіні көп құрметтейді халықта ше адамдар. Мысалы ауылымда имам жоқ, 14 километр мені шақырмайды ғой мысалы, осы кісіні шақырады да үнемі ше, осы кісіні шақырады да осы кісіні имам қылған, бүкілі жақсы көреді. Енді аллах тағала дәрежесін көтеріп қойған ғой, өйткені үш адамға ел мақтаған жігітті қыз жақтаған деп бекеңе бұйырса қалыңдық керек, бізге келін керек, көріп отқан көрермен болса. Беке 98-ші жылғысы, 98 жылғы мына үйленгісі келеді. Не қылса, маған дайректке жазсаңыздар, болмаса Инстаграм бар ма сенде, жоқ па? Инстаграм жоқ, Инстаграм қолданбаймын. Мен сізден байланыстырамын, еще байланысқа шығып жатқан адам болса. Содан сөзіңіз айта беріңіз, ары қарай жалғай беріңіз. Қай жерге келдіңіз? 3 адам деп бастап атты. Аллах тағала үш адамға құрмет қылсаң, Аллах тағала құрмет қылғандай екен ғой. Соның біріншісі әділ патша дейді ғой. Әділ болса, соған құрмет қылып жаңағыдай не қылсаңыз, Аллаға құрмет қылғандай дәрежеде екен де. Екіншісі, сондай жаңағы қарт адамға дейді, қарт адамға құрмет қылса, Аллаға құрмет қылғандай екен. Үшіншісі, Құран жаттаған адамға осы. Бұл кісіні үйінен алып кетеді көбінесе. Басқа да айтып жатқан зағип кісілер бар ғой. Бірақ олардан қарағанда бұл кісіні көп құрмет қылады да ше. Мысалы кеше Ақтөбеге бардық, Ақтөбенің балдары былай алақанына салып алып жүр ғой. Мен апарам, талас. Баняға да апарып жатыр, тамағын да әперіп жатыр. Бұл кісінің киімін де алып беріп жатыр, былай қарап тұрсаң. Қарап тұрсаң, басқа кісілермен бірдей, бірақ Алла тағала дәрежесін көтеріп қойған да, Құран оқығандығы, Құран жаттағандығы себебінен. Бұл кісіні қареке деп жаңағы құрметтеп. Қандай керемет нәрсе. Осы орайда анандай ғой, мысалға, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, енді Алла разы болсын, қарекеңнің сабырлығы ерекше. Жаңағындай қандай жағдай болсын, өмірге налымайды, наздарын айтпайды. Керісінше, я Раббым, маған осылай Құран жаттауға нығмет бердің, умраға баруға нығмет бердің деп Аллаға шүкіршілігін етіп жүрген адам ретінде сипаттап жатсыз ғой бекеңді, қарекеңізді. Осы орайда анандай нәрседе айтқым келеді, қаншама бізде нығмет бар. Бүкіл 12 мүшең сау болып тұрса да, өмірге налымды көп айтатын. Жаңағындай, жұмысы бар болып тұрса да, айлығын аздығын айтатын. Машина теуіп жүрсе де, оның нашар екенін айтатын деген сияқты. Әйтеуір, еш нәрсе жақпай жүретін сондай бір адамдар бар да. Бірақ көз өзіндегі бар қаншама көптеген нығметтерді көре алмайды. Осы орайда мынандай нәрсе айтқым келеді. Біз кейбір кезде мынандай нәрсе бар да, өмірге көп нала айтатын, тек қана адамдардан да минус қана көре беретін, қоғамнан минус көре беретін адамдар, солындай адамдармен көп сөйлесе берсең, сен де сондай болып кетесің ше, кәдімгідей. Негатив боласың. Тіпті пайғамбарымыздың мынандай сөзі бар ғой, адамдардың барлығы қазір нашар, бұзылған деп айтқан адам дейді. Осындай мағынада пайғамбардың сөзі бар. Сол ішіндегі ең бұзылған сол өзі дейді. Ал енді Алла Құранда бүйтіп айтып жатыр. Айтайын деген мынау. Алланың нығметін санасаң, сен оның нығметіне жете алмайсың дейді. Сол кезде анандай не ғой? Бір кісілер айтады да, бүгін сен дейді, жерден 20 нығмет жазып кеш дейді. Өзің блокнот алды, ұстаздың тапсырмасы ғой. 20 нығмет жазып кеш десе, бір адамдар соңында жаза алмайды да. Өйткені ешқандай нығмет көре алмайды. Көре алмай жатыр да. Ал негізінде Алла оған үлкен көптеген нәрсені беріп қойған. А біреуге дәл тура сондай адамға 200 жазып кеш десең жазып келеді ғой. Көрдіңіз бе? Шексіз Алланың нығметі шексіз. Сол үшін де адам жан жақтағы Құдайдың беріп жатқан кішкентай болсын нығметтерін байқай білу керек. Ал соны байқай білген адам жүрегі неткен бақытты адам ол. Жаңа көре білу керек, біле білу керек. Елдос аға білмеймін енді, қиып тастарымыз мүмкін. Рұқсат бермесеңіз. Бізді әсерлендірген нәрсе Елдос аға сол ауылда қызмет етіп жүріп, имамдықпен. Енді өзінің бір белгіленген мөлшерде бір жаңағы несі бар шығар, айлық ақысы бар шығар, жалақысы. Дегенмен бір қомақты жалақы таппайды. Сол мешіттің қызметте, сол діннің қызметінде
сол ауылдың жаңағы несімен жүреді да, сосын одан бөлек темір өткізеді екен да, көлігіне салып алып. Айтуға бола ма болмай ма аға білмеймін енді, жоқ айтуға болады ғой, болмайды. еш нәрсе емес қой Иә, бұл. темір өткізеді екен да, сосын ана жерде ол менде зарплата жоқ, менде айлық жоқ демей, өзі тірлік қылып, сол жерден ана жаназаға барады. Еще қызық айтады да, енді темір алып, не істеп, кейде не істеп, андамын қойған дейді да, аяқ астынан звондайды дейді да, жаңа жаназаға. Кел, срочно, еще дікілдеп сөйлейді дейді да. Кел, мына жақта жаназа не істеп жатыр, оң жаққа шығару керек деп айтады дейді да. Сонымен темірің бір жақта, өзің бір жақта қайттан кетесің дейді да, ана жаназаға. Сондай бір ғибратты оқиға болғаннан кейін ағамызға қатты әсерлендім да енді. Өзі мысалға, яғни андай еді, мұндай еді деп өмірге налып батқан жоқ та. Бар ма? Бар. Тіршілік қылып жатыр да. Сол жеріне қатты бір тәнті болдық, қатты бір әсер алдық та содан. Дұрыс па аға? Иә, дұрыс. Айып етпейсіз егер. Алла разы болсын. Енді бұл жалпы оңтүстіктің жігіттеріне тән сипат бұл. Әйтеуір қай жерден болсын бірдеңке жасап, жоқтан бар қылып, бір жұмысты тауып алып, жан-жақтан бүйтіп көз басқаша көреді ол кісілердің. Анализдары басқаша, сканерлары басқаша ше олардың. Сол жердегі тұрғындардың да жаңа жақсылығының себебі ғой. Мысалы, бізде 14 километр жерде мен алып жатқан темірден мысалы қымбаттау алады. Бірақ халық сол жерде мейірімділік танытып, имам ғой деген сияқты ше. Бала шағасы бар ғой деп маған келіп тапсырады. Сіз уже темір қабылдайтын болып кеттіңіз ба? Жоқ, сол кезде енді бала шаға күн көріп қой. Жоқ, бұрын темір өткізіп жүрдіңіз да, мен бар кезде қазір қабылдап отырсам, машалла, керемет. Кейін қазір тоқтатып қойдым енді. Ол да кәсіп қой. Кәсіп қой, кәсіп. Просто кейбіреулер дұрыс түсінбейді да. Жаңағы енді не көреді, бірақ үлкен кәсіп қой енді. Дұрыс қой, енді таксовать ететін имамдар бар, сварщик қылып жүрген, мысалға жарқын имам, жарқын ұстаз, мысалға ол сварщик мысалға. Үйінде кеше мысалға мен тағы да осы жақта тағы бір имам ағамыз бар, ол ұста. Жаңағы сондай қосымша екінші бір кәсіптері, жұмыстары, жаңағындай менде білем киім сататын жаңағы бутигі бар деген сияқты кішкене сондай ашып алып әйтеуір кәсіп қылып айналдырып жүрген. Арланбаймын дейсіз сол аға. Сол жағы сол жаңа жолдың несі ғой, жаңа халық өте бауырына басып, мен өзім де таң қалдым мысалы. Суап бересіз. Сол келе салысымен бір жылдан кейін үй алып берді ғой мысалы. Машалла. Үй алып берді. Емеке бала шағаңыз бар деп. Мейірімдіктің бір сипаты ғой бұл қарап тұрсаң. Жаңа жолдың халқына мың алғыс дейсіз. Ақтөбенің халқына. Тарта білді де ше. Тарта білді. Алла разы болсын. Кеше мынандай нәрсе оқыдым да мен, Жәке. Айтады да, ақиқатты айту, айта беру деген сөз дейді да. Ол деген андай тікке ұра салу деген сөз емес дейді. Пайғамбарды ақиқатты айтқан дейді. Сен де айтып жатсың дейді. Бірақ адамдар пайғамбарды жақсы көрген дейді. Ал сенен алыстап жатыр дейді. Ойлан дейді. Бір кісі сондай ғибрат қылып жазып қойыпты да жаңағы ше. Пайғамбар да ақиқат айтады. Сен де ақиқат айтасың дейді. Бірақ пайғамбар ақиқат айтқаннан адамдар оған жақындайды дейді. Сен айтқаннан сенен жұрттар қашады дейді. Сен жұртқа қалай жеткізіп жатсың ойлан дейді да. Сол сияқты мынау Алла разы болсын, мен ойлаймын енді Елдос аға, ол өзіңіздің де жаңағындай жүрегіңіздің кеңдігі, ниеттің түзілігі, адамдардың да сізге сондай дұрыс көзқараспен қарауы сіздің де дұрыс көзқараста болуыңыз деп есептеймін. Я, не дейді қазақта? Жүзі жылыдан түңілме дейді. Жүзі жылы болып тұрса, шырайлы болып күліп тұрса, жаңағы, ей, бері кел, мынау қайда жүрсің, мына жаназа болып жатыр, мына адам өліп жатыр деген кезде, мен саған міндеттімін ба деместен, шаруаңыз тастап барасыз ғой жаңағындай. Не істейсіз, әркіммен ұрысып жарайды деп барасыз да. Әркіммен ұрыспай, деп халықтың қызметінде болғаннан кейін Алла тағала барлығын көріп тұр. Халықтың да жаңағындай көз түсі болып тұр ғой, Алла разы болсын. Енді қазір сол ауылдан кетейін десем, ауылдың тұрғындары жібермейтін сияқты кәдімгідей дытымен тартып тұрған сияқты. Көршілеріңіз жақсы болып тұр ғой жаңағы, бәрі көрші сияқты ғой, ауылда бәрі бір-бірімен көрші ғой. Кетпей ақ қойсаңызшы, осы жақта бола берсеңізші деп. Оған қалаға да жақындау керек болып тұр. Балдар бар, болашақ бар енді. Келіншегім көп ауырып қала береді. Больницаға өткенде ауырып қалып, скорый шақырды, скорый енді. Бері көзі қалаға кетіп қалды дейсіз ғой. Жоқ, арамда келмейді. Скорый енді ауыл болғаннан кейін. Сосын алдында да бір былтырма қатты ауырып өліп қала жаздады, Құдай сақтасын. Өзім машинамен мінгізіп алып, Қандыағашқа әрең жеткізіп, укол салдырып жаңағыдай. Одан кейін ары қарай Ақтөбеге апарып,
әйтеуір алланың қалауымен аман ақ болды. Кеше медресеге барам, бір жақында Дастан Ұзақбай ұстазымыздың медресесіне барсам, Елдос аға енді не істеп жатыр да, барсам сабақ алып жатыр екен. Онымен қатар қалаға келіп, Ақтөбеге келіп, ұстаздардан сабақ алады еще. Дастан Ұзақбайдың, Дастан Ұзақбайдан Ерлан ұстаздан. Ерлан ұстаз сабақ аласыздар, иә? Бір жағынан андай ол күшті да, енді мен болдым, жасым енді мысалы үлкейдім деместен, өзі қызмет етеді, не істейді, еще қалаға келіп 201 километр келіп ұстаздан сабақ алып жатыр ғой. Көріп қуанып қалдым. Апта сайында сол кісі ұстазымыз жаңағы Ерлан ұстазымыз неге келіп сабақ береді, Саркөл деген 29 километр бізден. Апта сайын. Сахабалар тарихын өттік қой біразын. Бірақ сонда да барып ұстаздың алдына отырған жетпейді негізі. Барып отырып тыңдап қайтамыз. Берекет дейсіз. Берекет керемет, машалла. Иә, білімді адамның алдында отырған, білімдінің сөйлегені бәрібір басқаша ғой, иә. Бәрібір басқаша болып тұрады. Машалла, Алла разы болсын, иә. Керемет, Алла разы болсын. Бұл жерде енді тағы да Берік бауырымызға, Берік қарекемізге қарап отырып, тағы да байқайтынымыз бұл Құранның мұғжизалығы ғой. Қарашы, Құран, Аллаға шүкір, әркімнің жүрегіне бұндай махаббат байлай бермейді. Баяғыда ұстазымыздың айтатыны бар еді дейді. Неге сәл артқа қарай не істеп отырсаңыз болады, ешқандай не жоқ. Беріңіз алып қалмас. Құранда бір баяғы ұстазымыз айтады. Ұстаз дегенде кім? Ерсін ұстаздың әңгімесі бұл. Ерсін ұстаз айтады, баяғыда мен жаңағындай шетелде оқып жүргенімде дейді. Күнде барып таңертең жаңағындай ұстазыма Құран тапсырам дейді. Сол ұстазыма Құран тапсырам дейді. Сол кезде бір мешітке бір көзі көрмейтін кісі келеді дейді. Әрдайым екеуі келеді дейді. Мешітке келеді дейді, намаз оқиды дейді. Сөйтіп екеуін көрем дейді. Мешіттің жанына әкеп, машина әкеп тастап кетеді дейді. Туысқандары ма, немесе таксимен бе. Сөйтіп мешіттің қабырғасын ұстап, жағалап, есікті тауып алады дейді жаңағы. Сөйтіп есікті тауып алады да ішке кіреді. Ішке кіргеннен кейін намаздарын оқып, Құрандарын тапсырып, сөйтіп кетеді дейді. Сөйтіп бір күні жаңағындай біреуі есікті таба алмай сол жерде жаңағы бекең сияқты қағбан жанында тұрып қалдым деп тұр ғой 2 сағат. Анада адам тұрған ба, сөйтіп адамдар келіп тауып алып деген сияқты. Сол кезде жаңағы Құрандағы аят есіме түседі дейді. Алла тағала Құранда да айтады, бәлки адамдардың көздері емес, көкіректері соқыр болады дейді. Бәлкім адамдардың көздері емес, көкіректері соқыр болады дейді. Және де айтады, «Мән кана фи дуния а'ма, ва хуа фил ахирати а'ма». Ал кім бұл дүниеде соқыр болса дейді, ол қияметте де соқыр болады дейді. Бұл жердегі соқырлық бұл кеуденің ақиқатты көрмейді, ақиқатты қабылдамайды, ғибратты көрмейді, нығметті көрмейді. Көрдіңіз ба? Сондай нәрселерді адамның көкірегі көрмей отыр ғой, көз емес, көкірегі көрмей отыр да. Сол көкірегі көрмесе, қияметте соқыр болады дейді. Керісінше бұл дүниеде көкірегі ашық адамдар, Алла тағала оларға шексіз нығметтерді көрсетіп, Алла оларды шексіз нығметтерге бөлейді, Құдай қаласа. Сол үшін Құранда да жаңағы аяттарда келетіні сол ғой жаңағындай. Сол үшін енді бұл барлығы үлкен бір ғибрат. Сол себепті Алла тағала көкірек көзімізді ашсын. Кейбір кезде бұл кісінің Құран жаттап жатқанын көріп ше, мынандай да ой келіп қалады да кейбір кезде. Менде соқыр болғанда ма деген сияқты ше ой келіп қалады. Бұл кісіге айтамыз ғой енді бірге машинамен көп жүреміз. Ана жаққа барамыз, мына жаққа барамыз бұл кісіні. Қызмет қыламыз енді Алланың разылығы үшін деп. Сол кезде әңгімеден әңгіме бітіп, бәке Алланың құдіретімен көзіңіз көріп кетсе, қатты қуанасыз ба деймін да. Сөйтсем айтады, енді Аллах тағала тағдырымызға жазса көреміз да, бірақ осылай жүргенім жақсырақ дейді да. Сол сөздеріне таңғалып қаласыз кейбір кезде. Мен түсінгенім ше, Құран деген кәдімгідей не ғой, дос қой ше. Өзім сияқты жаңағы мүмкіндігі шектеулі дейді ғой, коляскада отқан ерекше жаңағы жандар. Қоғамнан жаңағы шетте қалып қойған, жалпы бүкіл адамдарға айтқым келеді да. Құран деген үлкен жаңағы дос та. Жаңағы мысалы кей адамдар сол мүмкіндігі шектеулі адамдар жаңағы қоғамнан жаңағы шеттеп қалады.
внимание бөлінбей қалады деген сияқты. өзімен өзі Иә, налып оқшауланып қалады қалады. Иә, налып қалады кәдімгідей ше. Сосын уақыттарын қалай өткізетінін білмей қалады деймін да. Сол адамдар енді осы Құран жаттаса, Құранмен кіріссе кәдімгідей дос болады да Құран деген ше. Сосын әр адамның жүрегінде мысалы Ясин болса деп те армандаймын ше. Мүлік болса, Уақиға сүресі болса, сөйт жаттаса, сөйт ары қарай кетеді ғой. Құранмен дос болса өте керемет. Иә, өте керемет. Жаның жалғыз жабырқаған кезде Құран оқып, иә, сонымен жүрегің басылып, Иә, қуанып Аллаға шүкір деп, сондайға не жетсін дейсіз ғой. иә, сондайға не жетсін. Шынайы Құранмен дос болған адам сияқты бұл кісі. Иә, барлық уақытта Аллаға болсын, иә. Сырлас болып алған сияқты былай айтқанда ше. Енді жаттаған адам, оқыған адам түсінеді да оны. Қадірін білген адам түсінеді да. Шынайы саған дос керек болса, Алла жеткілікті дейді ғой. Сырлас керек болса, Құран жеткілікті дейді. Иә. Бұл кісі сырласатында Құран сияқты қарап тұрсаң. Құран жаттаған адам екі дүниеде де ұтылмайды ғой. Басында Құран жаттап жүрген кезде кімде-кім Құранды толық жаттаса, ата-анадан нұрдан болған тәжі кигізеді дейді ғой. Кімде-кім Құран жаттаса, шапағатшы болады дейді. Кімде-кім Құран жаттаса, жәннатта дәрежесі көтеріледі дейді. Соны естіп әрі қарай Құран жаттауға деген ықылас ошын арттыра берді ғой. Иә. Күшті керемет. Анау интернетте әйгілі кім деген кісі бар ғой, жан-жақтан сұхбат алып жүреді осылай. Қариларды, ерекше бір қариларды тауып алады да. Баяғыда Мусафир мағал Құран деген бір араб тілінде бағдарлама болатын. Құранмен бірге сапар деп айталады. Сол кезде жаңа оны жүргізетін Фахд Аль-Хандари деген бір кісі болатын, шатаспасам. Құранмен сапар деген ұстаз да? Иә, Құранмен сапар дейді. Енді путешествие с Құраным деген орысшаға да аударылды, қазақшаға аударылды ма мен білмеймін. Фахд Аль-Хандари деген кісі. Жаңа Фахд деген кісі өзі де қари. Өзі де қари. Көрдім жалпы. И жалпы бүкіл небір қарилық медреселерді аралайды ғой. Әрбір қарилық медреседе бір ерекше жан болады. Бір ерекше жан болады да. Бір әулие болады дейсіз. Бір мынандай ғой, бір жерге барады мысалға. Анау кісі негізі сөйлей алмайды. Бірақ Құран оқыған кезде сөйлейді. Алла. Бір кісілер болады мысалға, мен оны өзім көргем, сөйлесе кекештенеді. Бірақ Құран оқыса кекештенбейді. Танимын сондай кісіні. Мен сондай кісіні ұстаз танимын. Мысалға Құран оқиды, кекештенбейді. Құран оқымаса, бүйтіп сөйлеген кезде сәл тұтығап, кішкене тоқтап солай сөйлейді. Тағы да сондай небір кісілер бар да, сондай анау жаңағы бір кісі сол кезде айтады жаңағындай, тоже бір осылай жаңағындай көзі көрмейтін бір жігіт болады. Ол да дәл осылай бір ауылдан екі ауылға келіп Құран жаттап жүрген бала екен жаңағы. Сөйтіп шатаспасам жаңағы 8 жыл сөйтіп алыста тұратын ұстазына келіп Құран жаттап алады. Сосын жаңағы кім айтады? Фахд Аль-Хандари, қалайсың бе дейді. Алла тағала сен жаңа көз жанарыңды қайтарып бергенің дейді. Сол кезде жаңағы жігіттің енді айтып отқаны, я мен ол нәрсенің менде болғанын қаламаймын дейді. Себебі бұл менің ертең Алланың алдында айтатын үзірім болсыншы деп айтады. Ұстаз, өмірде соған байланысты хадистер жоқ па? Бар, қазір айтамын. Өмірде көп нәрсені істей алмай қаламыз ғой. Көп қой істейтін амал, дұрыс па? Бірақ соларды істей алмауыма мен Алланың алдында айтатын үзірім. Я Құдайым, мен жағдайымды көрдің ғой сен. Білдің ғой, я Аллахым деп. Айтатын үзірім болсыншы дейді. Алланың алдында құтылып кетсем. Сол себепті пайғамбарымыздың Бұхарида келетін хадисі бар. Алла тағала кімнің екі сүйіктісін алса дейді, ол адамның жәннатқа кіруі міндет болады дейді. Оның екі сүйіктісі деп тұрғаны пайғамбарымыздың екі көз жанары. Екі көз жанары. Және де мен осы хадистің шархын оқыған кезде, Камал Баша деген кісінің шархымен оқыған кезде, ол кісі айтады, сен ойлап қалма дейді. Бұл Алла тағала көз жанарын біреуден жаңағындай айырған адамдар сирек деп. И сосын сахабалардың, ғалымдардың 30 шақты ма, 40 шақты бір ғалымдардың, сахабалардың аттарын тізіп шығады, көз жанарынан айырылып,
жаңағы пайғамбарымыздың үлкен сахабасы бар ғой, бірінші Абдулла ибн Умми Мактум деген азаншысы болған деген сияқты. Радиаллаху анху. Иә, Алла ол кісіден разы болсын. Содан бастайды да кетеді ғой ары қарай ше. Және де көп сахабалар енді өмірінің соңында жаңағыдай көз жанарынан айырылып, бірақ құлшылық ғибадаттарын жалғастырып, Құрандарын осылай оқып жүргендігі жайында көптеген енді хабарлар айтылады. Сол үшін де енді біз бұл деген сөз енді Алладан сынақ сұрауға болмайды әлбетте. Я Аллахым, жоқ. Әлбетте әр адам Алладан жақсы хабар күтіп, жақсы нәрсеге үмітте болуы керек. Сол үшін енді біз бәрібір де Алланың әйтеуір жақсы болуына тілектеспіз де. Алдағы уақытта барлығы жақсы болып, Алла өмірлеріңізді одан сайын жақсартып, бар нығметтің қадірін одан сайын қатты түсінуге Алла тағала одан сайын жақсартсын. Ана бір жігіттің әңгімесі есіме түсіп кетті осы орайда. Беке, мен енді не ғой кішкене, мен енді имамдылық қызметте біз постоянно теолог деген қызметті бірге алып жүретінбіз да. Теология деген андай. Соны бізде андай кейбір кезде түрмеге барып уағыз айтамыз көп, жаңа сондаймыз бар. Түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Жақында мен сол түрмеге қарасам, бір кісі бар екен, сахармен ауырады. Сосын ол кісілерге көп дәрілер жазады. Ол кісі маған бүйтіп айтады: "Елдос, сен маған қазір айтсам сенбейсің" дейді. "Мен Құран оқыған күндері мен сахарым көбеймейді" дейді. Оны тек өзі сезеді ше. Мен Құранмен айналысып, Құранмен шұғылданған күндері мен ондай не істемеймін дейді. Ауру сезбеймін, сахарым орында, тексерілем, кәдімгідей барлығы орында тұрады дейді. Енді таңғалатын сол да, көрдіңіз. Ана бір жігіт айтады да маған айтайын дегенім. Түрмеде Құран оқып, кітап оқып, жаңағы зікірмен айналысқан. Соншалық енді сыртқа шығады ғой. Кішкене не істеп кеттім дейді. Жұмысқа беріліп, дүние деп. Енді өзі айтады, қуып кеттім дейді. Сол елеке дейді, кейде ойлаймын дейді, қайттан түрмеге кету керек. Ана Құдай сақтасын. Мен айтамын, өйтіп айтпа деймін. Сол қайттан түрмедегі иманға дейді ол. Онда ешқандай иман жетпейді деп қояды жаңағы ше. Сол кейбір кезде ойлаймын, сол жақта отыра бергенім қайырлы ма еді деп қояды енді жаңағы. Мен айтамын, қой өйтіп айтпа, Алла тағала. Жақсы. Осы жағдайыңды, нығметіңді қадірлеп жаңағындай одан сайын жақсы болып кет деген сияқты. Машалла. Алла ненің қайырлы екенін білуші ғой. Ең главный, басын істеп тұрса, ақылын істеп тұрса, ақылын болса, любой нәрсе істеуге болады ғой. Жаңа пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, саллаллаху алейхи уассалам. Адамдар екі нәрсенің нығметін білмейді дейді ғой, денсаулық пен уақытын дейді. Көп жастарды байқайсың, інілерімізді артынан келе жатқан. Іш пысып кетті, уақыт өтпей жатыр деген сияқты ше. Уақытты дұрысынан барынша пайдалану керек қой. Құран оқу керек, немесе басқа да кітаптар оқу керек. Мысалы 50, 40, 60 жасқа келген кезде артына қарасаң, дым жоқ, әшейін өтіп кетті. Сол себепті уақытты барынша жақсы, дұрыс жағына пайдаласқан жақсы да. Құран жаттап, өз-өзін дамытып, құр өткізбей деген сияқты соны айтқым келген ғой. Біз айтамыз ғой, біздің ең қателесетін сөзіміз уақытты өлтіру керек еді деп айтамыз ғой. Уақыт өтпей жатыр, уақытты өлтіру керек еді. Бірақ уақыт айтқандай, сен уақытты өлтірмейсің, уақыт сені өлтіріп жатыр. Уақытты сен өлтірмейсің, уақыт сені өлтіріп жатыр. Біз ойлаймыз, ертең де күн бар ғой дейді. Ертең де дәл осы күн қайталанады ғой деп ойлаймыз. Негізі әр күн ерекше. Келесі күн оның қайталануы емес. Біз ойлаймыз, жоқ, ол қайталануы емес та. Ол басқа күн. Сенің бір бөлшегің өтіп кетті деген сөз да. Мына келесі күннің өтуімен сенің тағы да біріне ғұмырың, сәтің, мүмкіндігің өтіп кетіп баратыр деген сөз. Сол үшін пайғамбардың сөзі бар. Иза амсайта дейді. Егер кеш батырсаң дейді. Фәлә тантазиру сабах дейді. Таң атқанды күтпеші дейді. Ал егер таң атырсаң дейді, кеш батқанды күтпей ақ қойшы дейді. Ертең деп жүрме. Ертең деп қалатындар, ертең құрдымға ұшырап қалады дейді. Сол үшін Алла тағала барлығымызға уақытында бүкіл қадірін уақытында түсінуіміз нәсіп қылсын. Құранға деген махаббатымызды арттырсын. Беке, шыны келген надан кейін енді өзіміз де ойланып қалып қой, енді Құран оқу керек еді, бетін ашу керек еді, жаңағындай. Біз оқысақ та оған
ондай лайықты түрде уақыт бөліп жатқан жоқпыз әлі. Оны біз мойындаймыз енді баршаларымыз. Сол үшін сіз біздің Құран оқуға деген бір махаббатымызды артыруға себепкер болып жатсыз. Алла тағалам разы болсын. Алла тағалам ғибрат етсін. Құдай қаласа. Айболат деген досыңыз қазір қайда? Семьялы, бала шағалы болды ма? Айболат деген досым сол ауылымда жақсы араласып тұрамыз. Алхамдулилля, Алла разы болсын бауырыма. Ол оқып жүр ма Құран? деп қояды дейді Өзі әлде сізді оқып үйретті де, сосын сізден сауап аламын деп жүр ма? Менде Айболат деген досым бар, ұстаз. Соған кейде сеніп қоямын, мен де оған әліппе үйретіп едім кезінде. Келгесін осы Айболат бауырымды өзім Құранға түсірдім ғой. Андай үйде дәптері бар, сонымен бір 2-3 баланы түсірген болатынмын Құранға. Еще сабақ беріп жүрсіз ба, машалла. Арасында сол үйренемін деген балаға барынша үйретуге тырысамыз. Сөйтіп бауырым жайлап әйтеуір оқиды деп Құранды, Алла разы болсын. Машалла, су ішіп отырыңыздар. Көзіміз бар деймін да, мысалы. Құранды ішін ашып, көз жүгірткен өзіне Аллах тағала сауап жазады дейді. Бұл кісілер көздері былай қарап тұрсаңыз қарай алмайды да, бірақ соны ана бір әріптен болса да қарап кейде андай болып қалмай ма сізде, енді кейде бір көресің да, сосын бір белгілі басында бүйтіп эмоция білдіресің да, мысалы мә деп, сосын кейіннен қалыпты жағдай болып кетеді да, кейде бір қалыпты қылып қабылдап қоймайсыз ба? Сізде меніңше әңгімеңізге қарасам Бекеңнің жүрген жүрісінен, кездескен сәтіңізден ғибрат, әрбір нәрсесінен ғибрат алатын сияқтысыз да? Андай қалыпты жағдай болып кететінін байқап қалмайсыз ба өзіңізден? Әлде каждый әр кездескен сайын, әр пікірлескен сайын жаңа нәрсе түйіп отырасыз ба? Мен Бәкеңнен көп нәрсені алдым ғой негізі, шындап келгенде. Мен Бәкеңге айтып жатамыз кейбір кезде, шапағатшы боласың ба деген сияқты. Өйткені пайғамбар сосын бір хадисінде айтады, кім Құранды жаттап, онда халалды халал деп білсе, харамды харам деп білсе, отбасынан тозаққа кірулеріне міндетті болған, он адамға шапағатшы болады дейді. Біз бұл кісіге айтып қоямыз, айтар. 70 дегенде риуаят бар, 70 дегенде бар, ұстазы? Енді Құдай қаласа жаңағы кімдерді іздейді ғой бұл, енді ұстаздарыңыз іздейді. Сізде бар шығарсыз. Емеке сізді іздейді, Құдай қаласа. Деп ойлаймын сізде, иншалла. Кім? Берік бауырым, мен де іздешіп, Берік бауырым. Бір рет мынандай бір оқиға айтып жіберейінші, осы орайда. Қарекеңдерді көп көреді, осылай Құран жаттап жүрген бауырларымызға қатысты. Жігіттер көреді, о, Қареке шапағатшы боласыз ғой, о, Қареке дұға қылып қойыңызшы, Қареке бізге шапағатшы, Қареке ертең қияметте бізді ұмытып кетпеңізші деп. Барлығы сөйтіп айтқыштар, мен көп білем, көрем, айтып кетеді. Мен айтамын, шапағат тіле, маған да шапағатшы бош деп айту үшін деймін да, бір жақсылығың өту керек шығар адамға. Бір қызметін жасаған боп, жаңағындай білмеймін ғой, енді бір жақсылық, жақсы нәрсесімен есінде қалып қойсаң, солай болады ғой деймін да. Осы сөзді естіген кезде мен көп айтамын, айналайын бауырым, сен шапағатшы бош деп қоясың, сен шапағатты сен құнын білмей отырсың ау сен. Қияметте құтқарылу деген нәрсе. Қияметте түгелдей адамдардың азабы болып жатқан кезде ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Ешқандай қорқыныш та, уайым да болмайды оларға деген атаққа ие болу үшін деймін да. Жай просто дұға қылып қоя салшы деген нәрсенің өзінде де қарекелердің бір кішкене қызметін жасау керек деймін. Сол бір ғибратты оқиға бар, мен оны айттым ба, 4 досым бар мен. Бір умраға барған ғой олар. Елдосаға, Берік Қареке, ғибрат болсын да айта салайын енді. Бір қарасаң, бір кішкене сәл күлкілі, бірақ бір жағынан бір ғибратты оқиға. Мен бір 4 досым бар, өзім досым жақын 4-еуі де. Ғибратты оқиғалардың бәрі жаңағы мұңды болу шарт емес қой. Күлкілі оқиғалар ғибратты болады. Бұл оқиғаны еще постоянно қажекеңдерге айтамын. Ол сондай өз жігіттер шустрый бір жолын тауып алады масқара енді. Осы жол Қағбаға барса да постоянно. Сәтбаевтың жігіттері. Сәтбаевтың Чимкентскийлер. Ұлытау облысы Сәтбаев қаласының жігіттері. Енді 4-еуі олар анандай ғой, ол жігіттер. Қағбаның жанына намаз оқып жүрсе де бірінші қатарда оқиды. Әдісін тауып алған. Боп дейді, ана жерден бастаймыз, бүйтеміз деп бірінші қатарға тұрып аламыз дейді ғой. Еще бір рет емес, қайта-қайтара оқиды, Жаке ойлашы. Қайта оқиды, әдісін тауып алған ғой. Енді 4-еуі жүріп, қара тасты сүйетін әдісі тауып алады. 4-еуі барады, бірдеңке қылады да,
туқ төртеуі кезектен сүйіп шығады. Барат қайтадан, анандай жоқ та, барамай қалдым демейді. Барат сүйет. 4 братья болып тұр ғой, Иә, жаңағы өзі 4 білмеймін. Мен енді жандарында жүрген жоқпын. Сондай. Әңгімелеріне қарасам сондай дейсіз ғой. Енді жаңағы келген кезде енді компанияның арасында ғой, енді біз Қаратасты сүйдік деп. Енді білмейтін кісілерге айтайын, Қаратастың жаны көкпар болып жатады. Иә, ол жақта салым салу қиын. Ол жақта енді адамдар қыстырылысып, жаңағындай дем жетпей қалып, небір дөкей кісілер қайтып кетіп жатады ана жерде. Енді ана төртеуі білмеймін қандай әдіс тауып алғанын. Енді компанияның арасында слух кетеді жаңағындай. Әңгіме ғой енді. Мына 4 жігіт бар екен, осы 4 жігіт сүйіп жүр екен деп. Сосын бір жігіт келіп таянады. Жігіттер, сендер сүйіп жүрсіңдер ғой, мен де сүйгім келіп тұр дейді ғой. Болды, жүр бізбен бірге, қазір сүйдіртеміз дейді. Ана төртеуі барады да, ана кісіні алады да, каким-то образом Қаратасты сүйдіртеді ғой. Одан кейін анау төртеуінің атағы жер жарып жатыр жаңағындай. Ойбай 4 жігіт бар екен, сүйдіртеді екен. Аналарға уже заказ түсіп жатыр жаңағындай ше. Жігіттер сүйдіртесіңдер ма деп, сүйгіземіз дейді. Аппарат сүйгізіп алып келеді. Сондай. И сол компанияда бір Қарекең жүрген ғой, Құран жаттаған жігіт. Сосын Қарекең таянды дейді. Жігіттер мен де сүйгім келіп тұр деп. 4 жігітті жаңағы не ғой, көрдіңіз ба? Қареке, сүйдіртеміз. Бірақ бір шарт бар деп айтты. Қандай? Қияметте шапағатшы боласыз деп айтады. Сосын анау Қарекеңде бір аяғы жәннатта тұрғандай, бол шапағатшы болам деп айтады дейді. Келісті, қол алысқан, Қарекеңді апарғанда Қаратас сүйдірткен. Ана 4 жігітпен сөйлесем айтады ғой, елеке бізде бір шапағат қалтада жүр деп. Иншалла. Нәсіп етсін. Қарекең, анда-санда Қарекеңе звондап қоямыз, уәдеңді ұмытқан жоқсың ба деп. Қасым ұстазды айтады екен да, кеше Қажекеңдер осында сол кісілерге де бір алғыс айтып қояғым келеді да. Руслан, Қажекең бар, ағамыз ғой бізден енді 2-3 жас үлкендігі бар, Данияр бар, Камал бар, Нұриддин бар. Әйтеуір осы Алматыға келгенде сол жігіттер осы подкаст түсіреміз деп келген кезде аяғымызды жерге тигізбейді. Кімнің атын айтуға ұмытып кетсем кешірім сұраймын енді. Азизок бар. Сол жігіттер, Қасым ұстаз деген, Алматы қаласында Қасым деген ұстазымыз бар, сол кісі айтады екен да, жігіттер бір қарайдан ұстап алыңдар деп ше. Шамаларың келгенше жағдайын жасаңдар. Тұрмысын көтеріңдер. Үйін реттеңдер, көлігін реттеңдер. Сендерге шапағат алу оңай ма? Өздерің қарқ қылып атқан жоқсыңдар. Давай, сөйтіп жағдайын жасаңдар. Сөйтіп насихат қылып жүреді екен да. Мына масқара лайфхак болып жатыр. Бір Қарекеңнің қызметін жасап, бір қарайдан тек сен не істе, Құраныңды оқы, тарауқың ашық, шәкірт тәрбиеле. Біз сіздің қызметіңіздеміз, Қареке. Елдосаға бір нәрсе айтқыңыз келді ма? Жаңа бүйтіп дедіңізді деп қайтып қалдыңыз. Тура сол умрада мен болғанмын ұстаз. Қойыңызшы. Сізде жаңа 4 жігіт сүйгізген жоқ қой сізде? Жоқ. Или 4 жігіттің біреусіз ба? Сол жерде тағы да бір жігіт болды. Қайта барып сүйіп қайтады. Сен қалай сүйіп қайтасың десең, сөйтсек бүйтіп сағаттың айланғанымен айланамын да, қайта ішіне қарай кіріп кетіп сүйе беремін дейді. 5 уақыттан басқа сүйіп бере аламын дейді Қаратасты. Сол жерде енді қазақтың жігіттерінде мықтылар бар ғой, көкпаршы жігіттер бар. 4 жігіт, сіз айтып отқан сол орайын. 4 мықты жігіт екен. Бір денсаулығы жоқ, аяғының орнынан тұра алмайтын бір жігіт бар екен. Соған айтты, сені сүйдіреміз ба, сүйесің ба деді Қаратасты. Анау жылап жүрді, бәріміз жылап жүрдік. Жылады анау кәдімгі. Сүйгім келіп тұр ғой, ана сөйлей алмайды дұрысы. Сөйтіп апарды сүйдіріп келді, жылап келді анау. Осы жерде мына нәрсені айтып жіберейікші. Құдай біледі, сол 4-еу болуы мүмкін. Ұстаз, мына нәрсені айтып жіберейікші. Осылай айтып отырамыз да кейде ше оқиғаларды, бірақ жаңа дәрежесін көрерменге умраға бармаған кісілер бар, барып сүйе алмай кеткен кісілер бар. Анаған қатты акцент қойып басқа адамдарға зиян беріп қояды. Мысалы Бекең сияқты адамдар да болып қалуы мүмкін ол жерде. Иә. Сондықтан негізі пайғамбарымыз, мен қателеспесем, ұстаздардан естігенім, саллаллаху алейхи вассалам, ешкімге зиян берместен барып сүйгенді жақсы көрген деп ше. Шамасы жете ма? Сондықтан ол да бір анадай міндетті түрде сүю керек деген нәрсе жоқ қой. Сол жағын айтып жіберші, мен кірмей ақ қояйын енді, сол жағын түсіндіріп тастап осы жерін. Осыны бір естіле жіберіңізші. Бірақ просто мынадай да көрермен эмоция ғой бізде қазір енді кішкене эмоцияға қатты неғылып тұрмыз, эмоцияға беріліп тұрмыз. Уағызды тыңдасақ та, подкаст тыңдасақ та эмоциямен кетіп қаламыз да. Мысалы осыларында бір бөлмеде Меккенің бір гостиницасының бөлмесінде мына подкастты көріп отырған бір
адам болуы мүмкін да. иә Мынаны тыңдап алып, барып сүйем деп жүріп біреуге зиян келтіріп те қоюы мүмкін да. Сондықтан приоритеттің жаңағы сол жағын тоқталып кетсек күшті болып кетер еді. Иә, енді негізі қара тас сүю оңай емес. Иә. Бірден айтайын, оңай емес. Ол әр адам сүйіп жүрсе де, ол бәрі қиындықпен сүйеді бәрібір. Бәрі қиындықпен сүйеді. Енді оған қатысты біз шатаспасам айттым ба, ғалымдар екіге бөлінген, сахабалардың өзі. Абдулла ибн Омар деген пайғамбарымыздың сахабасы, ол мен қайткенде сүйем, пайғамбарымыз сүйген деп айтады екен да. Әйтеуір көпшіліктің арасына кіріп кетіп сүйеді екен да. Екінші Абдулла ибн Аббас деген пайғамбарымыздың екінші бір сахабасы айтады екен. Жоқ, мен үшін қара тасты сүйгенге қарағанда адамдарға зиян тигізбеу маңыздырақ дейді. Сол үшін біреуді итеріп жіберіп, біреудің иқрамын шешіп жіберіп, біреудің үстіне құлап кеткеніме қарағанда шеттен айналып жүргенім әлде қайда жақсырақ дейді. Және де ғалымдардың да сүйінші хабарлары бар. Егер де сенің сүюге шамаң жетпей, алыстан бисмилля Аллаху акбар деп жаңағы сөйтіп өтеміз ғой жерден. Бисмилля Аллаху акбар, бисмилля Аллаху акбар деп сәлем беріп сүйгендей болып өтеміз ғой жанынан. Алла қаласа соның өзі сүйгенге саналып, ертең қара тас сіз үшін де куәлік етеді деген ғалымдардан сондай бір сөз бар. Құдай қаласа. Сүю сүннет Сүю дәрежесі. уәжіп емес, парыз емес, сүннет бір амалдардан. Сүннет бір амалдардан. Сүйсең жақсы, сүймесең күнә емес деген сияқты ғой. Иә, сүймесең күнә емес. Бірақ адамға зиян тигізу күнә. Енді мен бүйтіп айтамын қажекеңдерге, тырысып көріңіздер. Кейбір тырысып көр. Сүйдің ба сүйдің, сүймесең өкінбе. Сүймесең өкінбе. Болды, жанынан өтіп кетті. Бірақ енді сүйгенде бір ерекше бір не ғой. Біз қазақ мынандаймыз ғой. Келгеннен кейін, құласаң жардан құла, шешінген судан тайынбас деп. Бізде ана намыс бар ғой. Сосын бүйтетіндер бар ғой. Неше рет келдің омыраға дейді. 2-3 рет дейді, қара тас сүйдің бе десе. Жоқ десе. Сен омыра жасамағансың ғой деген сияқты. Иә, сондай қылып жібере ма? Ана кісі омырасы қабыл болмайтындай уайымдап кетеді ғой ше. Сол ана мынандай бір оқиға болды да енді. Жаңағындай бір осылай барамыз. Әкесі мен баласы. Баласы шамамен бір 20 жаста. Әкесі үлкен. Жасы 60-тан асып кеткен, пенсияға шыққан. Әкесіне операция жасаған. Басын кесіп операция жасаған. Ойлаңызшы. Сосын енді мен жаңа уағыз айтып отырмын ғой, қара тас жайында. Ой, бұл деген сондай сүннет. Сен жасап жатқан кезде ешкім жасамайды оны. Сен сүйіп жатқан кезде ешкім басқа сүймейді. Жер бетінде жалғыз серігі жоқ сүннет. Сүйсең қара тас куәлік етеді. Пайғамбарымыз ертең ол жәннаттан түскен деп ана кезде мен уағызды жіберіп ағам ғой. Ана кісі айтады, мәні басым дейді менің елеке дейді. Айтады, басымды басып қалса мен кетіп қалам ғой дейді. Бірақ сүйгім келді дейді. Сөйтіп бардым дейді. Сүйдім дейді. Бір Алла жеңілдік беріп қойды дейді. Барып сүйдім де шықтым дейді. Сосын балам, сөйтсем балам мені жоғалтып апты дейді жаңағы. Әке деп айтты дейді. 20 жастағы баласы, ол да сүйгісі келген, ол сүйе алмай қайтқан да, түсіндіңіз ба? Қайтты да, жанында әкесі тұр дейді, мен келдім дейді. Әке қайда болдыңыз? Жоғалтып алдық қой сізді деп. Мен қара тас сүйіп келдім деп. Мә, әке, сіз не деген мықтысыз. Мен жаңа сүйем деп сүйе алмай қайттым ғой. Мә, сіз ерсіз ғой дегендей. Анау, менің баламның көзінше дейді жаңа, әкесі маған айтып беріп жатыр. Менің баламның көзінше менің авторитетім кетті дейді ғана кезде. Балам маған сондай андай ризашылықпен қарап тұрды дейді. Анау менің әкем бә не деген батыр кісі деген. Сол көз қарасынан дейді мен жылап жібердім дейді ғой. Сол көз қарасының өзі баламның маған сондай менің әкем супермен дегендей да жаңағындай. Менің әкем Бэтмен деп қарап тұрғандай. Кумир деп. Мен бір неге сияқты қарап тұр дейді да, бір кумир ретінде. Жүрегіме қатты әсер етіп кетті. Айналайын Елдосжан, рахмет деп жаңа маған рахметін айтып, сөйтіп жаңа не істеп қойып жатқан нелер бар көрдіңіз бе? Енді сондай жағдайларда бар еді. Мен де әкем есіме түсіп кетті. Мен де әкем ауырып қалды кеше. Алла шипасын берсін, жазылып кетсін. Мен де осы жерде отырмын да, болса да көрермендердің ішінде де әулиелер бар ғой. Сол кісілерде бір дұғасына қосып жіберсін деп, айтып жіберейінші деп ойлап отырмын да. Одан әбестік жоқ сияқтысыз, иә. Сондықтан менің әкеме де бір дұға қылып қойсаңыздар, қуанып қаламыз.
Алла шипа берсін. Алла шипасын берсін. Қара тастан Құранға оралайық. Иә. Әмбебап нешеде тақырыптарды олап кетті. Иә, машалла. Қалай болып жатыр подкаст сіздерге өзіңіз? Машалла, әдемі, Алла разы болсын. Ереке, Илдус аға, жағдайыңыз қалай? Жақсы ма, комфортты ма, жақсы отырсыз ба? Жақсы. Камераға үйреніп қалдыңыз ба деймін, ә? Осы тұрғанда журналист сезініп отырмын өзімді деп қойса. Не? Пеке, енді қандай былай мақсаттар, армандар, бір іште жүрген нелер бар, жоспарлар бар, жалпы алда. Ереке, сізде қандай жоспарлар бар? Совместно қандай бір ойлар бар, проектілер бар? Жоспар болғанда бұл кісіні үйлендіру ғой енді. Иә, ең бірінші мақсат үйлену, үйдің жалғыз баласымын дегендей. Иншалла, Аллах Тағала сізге Иә. ойыңыздан да асып түсетін, қайырлы еткен, сіздің қызметіңізде болатын, сондай бір Құраныңызға жәрдемші болатын. Әмин. Бірге Құран жаттайтын, бірге Құран қайталайтын деген Иә, сияқты. сондай адам нәсіп етсін, иншалла. Иә. Иә, Алла Тағала ол проблема жоқ. Әрине сосын Құранды толық жаттау. Мхм. Иә. Жаңағы дейді, асықпаған арбамен қоян алады дей ме? Иә. Сол сияқты иншалла бір күні Құранның мәресіне де жетерміз. Иә, главное тек тоқтап қалмау керек. Барынша айту, қолдан келгенше. Құранды жалғастырамыз, жаттаймыз. Иншалла. Не, анаңыз ауылда отырады ғой, иә? Ауылда. Әкеңіз бар, иә? Иә. Не, қалаға көшкісі келетін ниет, әрекет Иә. бар ма? Негізі? Қалада болған сізге былай жалпы былайынша жағдайыңызға ыңғайлы ғой, иә? Әрине, иә, қалада ұстаздар бар, Құран тапсырып тұрсам да деген сияқты, медреселер бар деген сияқты. Иә, ауылда енді ұстаз жоқтың қасы ғой, жоқ қой почти, Құран тапсырайын десең де деген сияқты. Жалпы ойда бар, иә, Алла нәсіп етсе, иә, болашақта, иә, әмин айтқаныңыз келсін. Друг көрермендердің арасында сондай бір шықпалар бар. Иә. Анау айтайын дегенім, жаңа мақсат Құран толық жаттау деп жатыр ғой, енді Алла разы болсын. Адам ешқашан тоқтамау керек қой. Иә. Құран оқу білмесең басында кириллицамен оқисың. Кириллицадан кейін мұғалім сәнеге өтесің. Құранның өзін әріптерін, одан әріптерін оқығаннан кейін Құранның өзін оқып бастайсың. Оқығаннан кейін жаттап бастайсың. Жаттап бастағаннан кейін мағыналарына үңіліп бастайсың. Мағыналарын тыңдап, бір ұстаздарымыздың сабақтары бар ғой интернетте де. Ерсін ұстаздың, Еркінбек ұстаздың, Ерлан Ақатаев ұстаздың, осы Құранның жаңағындай көптеген сүрелерінің жаңа тәпсірін ашып айтқан. Ол жүрегіңізге, Арман ұстаздың сабақтары көп. Ой, айтты. Сол сабақтарды тыңдайсың, одан кейін амал жасайсың, одан кейін амалда ықыласты болуға тырысасың. Жалпы не ғой, дами бересің ғой, жүре бересің. Күніге аз болса да бөле беру керек қой, 10 минут бір күні, екінші күні 20 минут, сөйтіп жарты сағатқа кетеді. Тоқтап қалмау керек, күніге бір аяттан, екі аяттан, бір аяттан жаттап қалады мысалы. Екі-үш аяттан жаттап қалады мысалы. Сөйтіп аз болса да бір мәреге жетеді да. Менің бір досым бар да, айтады, күнде таңертең тұрып дейді, бір аят қана жаттаймын дейді. Көрдіңіз. Бір аят қана, одан артық жаттамаймын дейді. Мен одан көбірек жаттауға білмеймін, қорқама, білмеймін не екен, бірақ айтады, не үшін мен бұны өзіме не алып алдым дейді. Жеңіл ғой енді, нәпсіге ауыр емес бір аят деген да, мысалға да. Неге мен алдым дейді. Егер мен осы жолда дүниеден өтіп кетсем дейді, Алланың құзырында қари болып тірілгім келеді дейді. Осы ниетте жүріп қайтыс болып кетейінші дейді. Ананың қасы долгосрочный перспективный пландары ғой, иә, сол себепті Алла Тағала Құдай қаласа ғалымдардан етсін сізді. Тоқтамаңыздар Құдай қаласа. Иә, Құран жаттауда оңай емес, кейде қиналып қаласың, енді болады ғой, тек сынып қалмау керек та. Иә, дұрыс айтасыз. Сынып қалмау, кейде жеңіл қайтарайсың, кейде жеңіл жаттайсың деген сияқты, солай болады. Тек сынып қалмау керек. Иә, бұл кісі айтады, мына бүйтіп қазір бара-бара жас келген сайын енді уже көзім нашарлап баратыр дейді, көру. Сол себептен де андай бір Құран жаттайтын бір қолмен ұстап шандай. Сондай бір медресе, или болмаса кітап па. Жалпы өзіме баяғыдай сияқты, бірақ шамалы, нашарлаған сияқты. Жоқ, мынау нені меңгеруген өзіңе қалай болып тұр, ықыласың бар ма, оны меңгеруге мынау қолмен ұстап сезу арқылы оқу дейді ғой, сол нәрсеге қалай өзі көзқарасың?
оны жалпы көруге болады, негізі үйренуден қашпаймыз ғой болашақта. Үйрететін кісі керек бірақ, Иә. Алматыда ондай кісі табылмады ма үйрететін? Жалпы Қазақстанда бар ма екен? Зерттеп көрген жоқсыз ғой, Елса? Негізі осы жақында осы тикток желісін қарап отырып Атыраудан бір жігітті байқап қалдым. Яғни сен Орысша телефонда көзі қараған кезде көресің ба? Әлде бұлдырлап көресің ба сонда? телефон анық көрмеймін, былай жалпы сұлбаларды көремін ғой жалпы. Сұлбаларды көремін. Сұлбаны көресің? Иә, сұлбаларды Бұлдырлап, көремін. яғни, Иә, бүйтіп Құран жүргізіп оқып жатқан жігіттерді көресің, бүйтіп қолымен ұстап ше. иә ондай кісілер бар Иә, иә иә. Жалпы Сөйтіп иншалла оқысам ба болашақта. деп- атыраудан көріп қалдым дейсіз жаңа. Атыраудан бір жігітті көріп қалдым, сөйтіп бүйтіп қолымен жүргізіп оқиды екен да кәдімгідей. Риза болғансың ғой. Енді бұл кісі телефонда айтып отыр ғой жаңа, телефон бүйтіп алып көріп отыр, оқиды да ше, одан да айырылып қалған ба деп отыр да ше. Енді сол андай мен жаттайтын болса, сол Құраннан Енді айырылып бізден ондай нәрсені қалай көмектесе аламыз біз, егер не істейтін болса, сізге не керек? Ондай ұстаз керек, ана оны үйренсін, иә? ұстаз керек. Одан сразу бірақ Құран үйреніп кете алмайсың ғой. Бірінші қазақша оқу үйренесің, орысша оқу үйренесің, сондай Сосын арабша көп әріптер тертеу керек оған. жалпы былай ғой біз айтайын дегеніміз беке Жайлап жаттап жатырмын былай иә жалпы соткамен де. біздің айтайын деген ниетіміз Альхамдулилля. мынандай ғой Аха. егер де кез келген уақытта сондай нәрсені үйренейін деп едім кітабы керек еді деген кезде мысалы жаңағы біз бар, Жаслан бар, мен бар, кез келген уақытта бізге хабарласып қойсаңыз болады, біз Алла разы әрекетін жасап иә қолдан келгенше көмек жасауға дайынбыз деп айтқысы келіп отыр да Жаслан. Сол ғой, мен мысалы Алматыда ол нәрсені үйрететін нәрсе болса, Алматыға алдырып, белгілі бір уақытқа жаңағы үйренуге жағдай жасап, орналасатын жерді реттеп, соны меңгертуге бір септігіміз тигізуге болады, ұйымдастыруға болады. Яғни бізден көмек та. Елдос аға, Беке, түсініп отырсыз ғой. Сондықтан енді бұл жағындағы шешім енді өзіңізге байланысты. Алла разы болсын. Бірақ сізге қазір үйленіп алу керек, сосын келу керек. Иншалла. Басқа, Елдос аға, тағы не айтамыз? Біршама уақыт отырыппыз. Намаз оқу керек, сондықтан қорытындылайық, иә? Тағы айтқым келеді, не істеймін деген тақырыптар болса, қозғай берейік. Шақырғандарыңызға елеп ескендергеніңізге рахмет, Жаслан, Алла разы болсын. Шақыртуымызды қабыл алған саған рахмет. Мен уайымдадым енді. Хайырлы, берекелі, пайдалы отырыс болуын нәсіп етсін, иншалла. Елімізге, халқымызға, ел халқымыз тыныш болсын, ғаламани. Амин. Барша мұсылмандарға Аллах тағала рахметін, дін исламымызға қуат берсін. Амин. Сол, рахмет, шақырғандарыңызға Алла разы болсын. Көп рахмет. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Алматыға келуімізге де себепші сіз берік болып жатқан шығар деймін да. Енді Алланың қалауымен иншалла. Аллах тағала жақсылық берсін, береке берсін, амандық берсін сіздерге. Кеше келетін кезде Елдос аға, Елдос ұстаз. Елдос аға деп айта берді. Ұстаздар өстет. Анандай не бар ғой, жәке сөзіңіз аузыңызда. Мынау пайғамбарымыздың көкесі бар ғой, Аббас деген. Пайғамбарымыздың көкесі болған Аббас деген әкесімен ағайынды адам ғой. Бірақ кейде бір жұрттар сұрақ қояды екен. Осы енді кіші ғой енді. Әкесінің енді кіші інілері ғой енді. Осы сіз үлкенсіз бе, пайғамбарымыз үлкен бе деп айтады дейді. Әдепті қарасай. Машалла. Ол кісі менен үлкен дейді. Бірақ мен одан бұрын туылғанмын деп айтады дейді. Сіздің үлкендігіңізде ешқандай Алла разы болсын. Сөз жоқ, шүбә жоқ. Просто мен бұл кісіден ерте туылғанмын. Тура сөйтіп жауап берген. Алла разы болсын. Ер адамды үш нәрсе бақыт сылады дейді пайғамбар. Сіз енді ашылып жатсыз ғой, айта беріңізші. Жақсы үй, жақсы көлік, жақсы әйел дейді ғой. Бауырымызға әйел нәсіп етсін иншалла. Үйде нәсіп етсінші. Үйде водительмен бірге көлікте нәсіп етсін иншалла. Алла разы болсын. Бар ғой ондай. Бар ғой жомарт жігіттер. Хабарлассын, дайректке жазсын, телефон нөмірін біледі, не істейді. Жалпы мен де айтқым келеді, енді бұл ауыр да маған бұндай нәрселерді айту. Бірақ осы жақында мен атын ұмытып тұрмын. Осы ана жылы болса керек, Беке, мынау Мысырда бір қари кісі хит болды енді. Хит деген енді танымал болды. Танымал болды енді. Бүкіл араб елін дүрліктіріп ана кісі сөйтті. Ол жақта да бір кісі бар екен енді, ол кісінің жаңағындай көзіне қап-қара очки киіп алады, ана кісі ше. Көзі көрмейді. Бір анау кісі 10 қырағат меңгеріп алған ба, сондай ғой енді. Көрдіңіз бе? Енді ана кісі тарауыққа өтеді. Енді Алазғар деген, Египет деген дәу не бір қарилардың отаны ғой. Тіпті сондай сөз бар. Меккеде Құран түсті, Мединада амал жасады. Не дейді жаңа? Египетте оқылды дейді ғой. Өйткені
құранды оқитындар жалпы чтец дейді ғой, жаңағы құранды оқитын қарилар мысыр масқара ол нәрседен. Ешкім таңғалдыра алмайсың бұл жақта. Иә, ол жақта енді Таңғалдыру қиын өте. сондай. Ана кісі сондай танымал болып кетіп, тарауға алып кетеді. Сондай құрмет қой. Алла тағала үлкен жоғарғы дәрежеге, белестерге жеткізсін беке. Тек қана тілектеспіз. Тілектес қана емеспіз. Кез келген уақытта бізге звондасаңыз болады. Соткаңыз ескіріп қалса да бізге звондасаңыз болады. Мынау сотка ескіріп қалды, жарығы дұрыс емес, бірден кез болып қалды десеңіз де, кез келген сәтте біз тек қана ләббайк, Құдай қаласа. Жақсы жар нәсіп етсін деп жатамыз ғой. Көбінесе Бәкеңде айтады, бір қыздармен сөйлестім дейді. Ақыр аяғында Зағип екенімді айтқан кезде бас тартады дейді. Енді. Оған Оған да үлкен даналық керек. Даналық керек. Оған да көкірегінің ояуы керек. Қареке деп сыйлап жатсыздар ғой, Алла разы болсын. Былай ешқандай асып жатқан неміз жоқ қой, баршаңыз сияқты әйтеуір. Мен де тамақ жеймін, мен де ұйықтаймын десең. Алла разы болсын. Аллах тағала Өте қатты қуаныштымын сіздерге. Жаңа не айтам деп Маған бір бөле айтып келетін. бір айтып келетін да. Мен кеше билеттерін алып отырмын ғой бұл кісілерден. Сөйтіп билеттерін алып отырған кезде Бекеңмен сөйлестім. Бекең айтты, Жасан аға, осындай біздер мен тарауға дайындалып жатырмын деді. Мен тарауға дайындалып жатырмын. Менің уақытым өте тығыздау болып тұр деді да. Подкасттарыңызға барып берейін. Енді халыққа пайдалы болатын болсам, барайын. Бірақ маған барғаннан кейін қайту керек, өйткені Рамазан өте жақын қалды. Мен тарауға шығуым керек, дайындық керек деді. Енді мен Елдос ағамен ақылдаспағамда, Елдос аға болды алып барамыз деді. Енді Елдос аға көбіне алып жүреді. Сосын қайтар билетті мен кейіннен есіме түсіп жатыр да, Бекең сөйтіп айтқаннан кейін мен сразу барғаннан кейін сосын таңда қайтатын қылып алдым да уақытты. Содан кейін барып ойыма сап ете қалды да, Елдос аға осы ауылын сағынып жүрген шығар. Не істеу керек еді деп ше, жаңағы билеттерін былай алуым керек еді деп не істеп ойланып қалдым да кейін. Елдос аға мен сөйтіп алып қойдым. Өзгертіп берейін ба, не істейін ба десем, жоқ, негізі ойымда болды деп жатыр да бұл кісі де. Бірақ өзгертпей ақ қой, енді Бекең үшін мен алып қайтуым керек қой енді бұл кісіні. Сондықтан мен өйстіп қайта беремін деп жатыр. Бұл да Алланың қалауы деп жатыр. Алла разы болсын сіздерге. Беке енді Құдай қаласа не істеймін десе, ешқандай проблема жоқ. Құдай қаласа ұйымдастырып береміз, ауылға барамын, не істеймін деп жатсаңыз, бір лө дейсіз ғой, Нұрболат айтпақшы. Алла разы болсын. Жақсы күндерде жолыққанша, жалпы басында енді мына сіздер қобалжымасын деп дайындық деп бастадық қой. Сіздер ашылсыншы деп. Негізі басында енді басталады десеңші. Подкаст енді басталған, подкаст басталып кеткен тұғын. Біз аяқтап жатырмыз. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, әдеттегідей енді сөздің подкасттың басында айтатын едік. Бұл сөзді сіздермен бірге Жұма подкаст және де біздің сүйікті де сүйкімді ұстазымыз Елдос Жұмаділда. Алла разы болсын. Бізге қонаққа келген Берік бауырымыз, Елдос ағамыз, Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы, Жаңажол ауылы, Саға ауылы. Сол жақтағы көрермендерге, сол жақтағы ағайындарға тағы да жалынды сәлем деп қоямыз. Бізді қолдап жатқан жігіттерге рахмет. Және біздің демеушіміз бар еді. Біздің подкастымызды демеп отқан, аз да болса қолдап отқан Аласу деген су бар. Бұл судың ерекшелігі ішіне зәмзәм қосады. Судың ішіне зәмзәмнің бір үлесін қосады. Жақсы күндерде жолыққанша комментарийді жазуды, тіркелуді, лайк басуды, бөлісуді ұмытпаңыздар. Кем кетік жерлеріміз болса, кешіріп қойыңыздар. Жақсы күндерде жолығайық иншалла. Жақсы, ассалаумағалейкум. Алла разы болсын.